Қазақтың ұлы ақыны, дара ақыны, дана ақыны, Абай атамызды жақсы көрмейтін, Абай атамызды сүймейтін, оған еліктемейтін оқырман жоқ шығар. 20 ғасырдың басында ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы Абай атамызды қазақтың бас ақыны деген болатын. Атамыздың өлеңін, оның жазған өнегесін қызыма, ұлыма әрқашан насихат етіп отырамын. Жазба әдебиетінің негізін салған өзінің мұрасында 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол дейді. 5 нәрседен қашық бол дегені өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ. Осы өлеңі әрбір қазақтың ұраны өзінің алға қойған мақсатындай болу керек деп есептеймін. Мен өзімнің қызыма да Абайдың қара сөздерін үнемі жаттатып айтқызып отырам. Енді қазір қызымнан Абайдың 6 қара сөзінің үзіндісін айтып беруін сұраймын. Қазақтың бір мақалы өнер алды, ырыс алды, бірлік тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанмен байлықтан не пайда? Кедейліктен не залал? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Бірлік малға сатылса, жамандықтың басы осы. Ырыс алды тірлік, ол қай тірлік? Ол жан кеудеден шықпанық па? Жоқ, ондай тірлік иттен бар. Көкірегі, жоқ, көкірегі көңілі тірі болса, нағыз тірлік сол. Кешерлі жалғау құлжырақ бас, әзір тамақ, әзір ас, сыртын пысық, ішін ас, артына ойлап ұялмас. Жұмасалық Сейілхан Талабұлы, жолдасым Жұмасалықова Қаракөзайым Ахметжанқызы, қызым Талап Асима Сейілханқызы және ұлым бар Талапжан Сейілханұлы. Қызым Жаңақала мектеп гимназиясында 3-ші сынып оқиды. Ұлым Жаңақала мектеп гимназиясында 1-ші сынып оқиды. Біздің отбасымыздың ұстанымы өмір бойы іздену, өмір бойы оқу. Ойымыз, біздің мақсатымыз әрдайым тарихи танымдық жерлерді аралап, ұлымызға, қызымызға таныстыру, соны көрсету, соны өнеге қылу.